Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін ауылдамын. Бүгін таңертең келдік ауылға. Себебі бүгін менің әжемнің туған күні. Соған қонақтар келген болатын. Солай. Қазір мен үйде балаларды ойнатып жүрмін. Қонақтардың барлығы кетіп қалды. Бала күшті болып тұр. Today's outfit. Ayağımda nasıl gördüğünüzleri markası. Біздің үйде қазір деген барлық бөлмелерде адамдар отырып алғанда бізде орын жоқ. Әсел екеуміз үйдің ішінде көше кезіп жүріп қой. Солай. Үйдің ішінде көше. Oh guys. Сіздермен бірге носки. Жақсы, сіздердің қуатын достарыңыз. Мына жерде менің махаббатым тұр. Бұл менің көлігім. Отбасым маған туған күніме сыйлыққа берген. Солай. Любовь моя. Сағат қазір 11 болды. Менің ұйықтайтын уақытым. Бірақ олда ерте ұйықтау мүмкін емес. Адамдар бір-екілерде жатады қазір. Ал мен қатты шаршап тұрмын. Еще таңертең ерте тұрып тренировка жасауым керек. Жаль. Сол үшін қазір тортпен шай ішіп жатырмын. Всем hello. Мана айтқандай, менің режимім бүгін бұзылып жатыр. Үйде әлі қонақтар бар, жаңа ғана ет жеп болды. Жалпы главный қонақтар мана түсте келіп кетті үйге. Солай, біз Әсел екеуміз сыртта жүрік. Әсел деген менің сіңілім. Менің атым Әсем, ол атым Әсел. Былай айтқанда екеуміздің атымызды ұқсас қылып болған ғой. Негізі бұл қыздың аты Жұлдыз болу керек еді. Жұлдыз болу керек еді. Бірақ өкінішке орай аты Әсел. Біз қатты жынымыз келеді. Екеуміздің атымыз ұқсас болғанына себебі көп ажыртамайды. Себебі адамдар Әселді шақырса Әсем дейді, Әсемді шақырса Әсел дейді. Сонымен екеуміз баршы сен барып келші деп отырамыз. Иә, мен ләзім сен барып келші, мен сені шақырып отырмын деп. Бүгін ауылдағы екінші күн. Мен жаңа машинамен бір жаққа барып келдім. Біз қазір папаның жұмыстан келгенін күтіп отырмыз. Содан кейін бір жерге барамыз. Қай жерге баратынымды қазір сіздерге видеода көрсететін боламын. Ал мен қазір екінші YouTube каналыма контент түсіріп болып отырмын. Вот, біз кетіп жатырмыз қазір. Папа келе жатыр.
енді айының. Келдік. Мен дейтін видео түсіру жүрмін, но кішкене ыңғайсыздау. Ауылдағы 3-ші күн біз кеше Шоқландыдан келдік. Одан кейін мен ешқандай видео түсірмеппін, тіпті ұмытып кеткенмін. Шаршап қалдым. Бүгін Ақтауға кетеміз үйге. Наконец-то үйімізге бара жатырмыз. Бірақ қазір тағы да бір адамның үйіне қонаққа соғамыз. Сосын үйге. Қазір аспан мультфильмдегідей әдемі болып тұр. Ау. Қазір алып. Біз қазір қонақтамыз ғой. Сол үйдегі мына әлпеншек. Былай айтқанда качеля. Маған қатты ұнады. Себебі мынандай жайлы кресломен істелген да. Күшті болып тұр. Отыра бергенге түсінде. Енді қана үйге келдік. Ұйықтайын деп жатырмыз. Қайлы түн.
жатам.